Сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен бірге сәбізден дайындалатын, оңай әрі тез жасалатын рулет дайындаймыз. Бізге керегі 2 сәбіз, 4 жұмыртқа, 40 грамм сары май. Қызып тұрған сары майымызға теркадан өткізген сәбізімізді салып, қуырып аламыз. Жұмыртқаның ағын сарысынан бөліп алып, жұмыртқаның ағына шым-шым тұз салып, миксермен жақсылап тұрып араластырамыз. Қуырылған сәбізімізге жұмыртқаның сарысын салып араластырамыз. Жұмыртқаның ағының жарты бөлігін салып араластырамыз. Қалған бөлігіне үстіне салып араластырамыз. Пергамент қағазына біркелкі етіп жаямыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 10-15 минут пісіріп аламыз. Салмасына 200 грамм творожный сыр, қалауыңызша укроп қосып араластырамыз. Дайын болған рулетімізді пищевой пленкамен орап, холодильникке 1 сағатқа қойып қоямыз. Осымен біздің рулетіміз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын.